Шошқа шаруашылығын мемлекет тарапынан субсидиялау жалғаса береді. Өйткені сұраныс бар, дейді ауыл шаруашылығы вице-министрі. Былтыр субсидия көлемі бір басқа 140 мың теңгеден берілсе, ведомство биыл бұл соманы 40 мың теңгеге азайтыпты. Естеріңізде болса, осыған дейін шаруалар шошқа өсіретін фермерлердің қомақты субсидия алып отырғанын айтып шағымданған еді. Есесіне 4 түлігіміз мемлекет тарапынан қаржылай қолдаудан жұрдай деген фермерлер еліміздегі 3 миллионнан астам жылқының небәрі 7% ғана асыл тұқымды деп наразылығын білдірген. Бүгін Мәжілістің аграрлық комитетінің отырысында ауыл шаруашылығы вице-министрі атап өткендей, мемлекет басшысының тапсырмасымен адай жылқысы, сондай қостанайлық азаматтардың сұранысымен қазақ жылқысын дамыту бойынша арнайы бағдарлама әзірленуде. Алайда жобаның бүгін ертең жүзеге асатын түрі жоқ. Қаражат 2024-26 жылдарға қарай қарастырылатын болады, дейді Әбілхайыр Тамабек. Қоларында қажеттілік бар, сол себепті баланстау үшін шошқаға субсидиялау бар. Бірақ та былтырғы жылға дейін 140 мың теңге болған шошқа субсидиясы осы соңғы ережеде 100 мың теңгеге түсті. Асылдандыру бағытында жыл айғырларға 100 мың теңге беріліп, қазір таңда субсидия сол. Одан басқа жоқ.